Медиа каналы. Айс Медиа. Ерігіп қайдақ шөптер. Шөл. Айс Медиа алғы! Күннің суығында қаған қыстың аязында деп ба. Ет дейсіңдер ма? Арықтарыңызға сәлем, сіздермен Айс Медиа каналы. Бізде бүгін съемкамыздан влог. Біз бүгін Қаратау тауына бара жатырмыз, арнайы түсірілім бойынша. Бізге сәттілік тілеп қойыңыздар. Съемка бастаймыз қазір барып қалып. Тиді ма? Артқары жүк. Ал, бастайын деп атыр құдай қаласа. Я съемка. Съемка. Қош келді тауға. Кеттік, Айс Медиа. Жалғастырамыз. Құдай кеттік. Сәлем достар, бүгін біз съемкамен тауға келдік. Айбарсқа рахмет осылай. Тауға келгеніне. Айс Медиа. Біз енді тауға шыға деп жатырық. Тауда аязында. Қандай тұста? Қағал. Тауда. Қандай адам келеді тауға деш? Ем. Әрине Алматы емес, бірақ қасырақ емес Алматы. Енді шыға тауға қарай екен. Рамазан сен шықпын айсын. Әкесі Давай. Міне Рамазан тауға шығып баратыр. Айс Медиа 2020. Декабрь. Рамазан сәлем деп қой. қадай тұрақ шықпа. Нені? Етіп қадай. Айс Медиа! Біз тауға съемкаға келдік, Димаш болса ерігіп, қайдағы шөптерді тастап жинап жүр. Не дейміз енді навалаға айтыңдаршы енді. Бүгінгі демалыстан міне естелік. Айс Медиа. Міне, жиіндеп отырмыз анау-мынау. Бүгін таудан демалыс. Что? Отырсы мынау. Шөліп. Аузың жап. Рамазан қара. Қалай демалыс? Что жатыр? Әсерлерің? Мына тауларды көріп вообще шок. Кім сыйлайды бұндай демалыс сендерге? Айбарс деген бір папасы екеуі. Ой, рахмет. Міне, Айбарстың өзі. Айбарс папасы тауға кетіп қалды. Біз бүгін тауға, съемкаға арнайы өзі видеомыз түсіруге келгенбіз. Және тауда шашылып жатқан жерлерді көрдік. Көптеген мусорлар шашылып жатыр екен мына жерлерде. Осының барлығын біз жинаймыз деп шештік. Волонтерлық жұмыстарымызды атқарып, Айс Медиа ұжымы ұстаймыз. Мына мусорларды жинаймыз қазір. Басқа да мусорлар көп екен, мына жерде бірақ байқалмай жатыр. Қазір бәрін жинап аламыз әлемде. Қиын қыстау қилы заманда не болмаған байтақ даламда, тарихтағы талай боранда мың жанып мың өшкенбіз. Қашан отпен суға түспедік, бақыт үшін бәрін істедік. Бірлігіміз бойға күш беріп, сан сынақты кешкенбіз. Күлтегіміз қаған білгенбіз, құламаған елміз мүлдеміз. Көк аспан мен көк ту астында күн сөнгенше біргеміз. Қыран қазақ бері кіргенбіз, құламаған елміз мүлдеміз. Әлі бізде алар асу көп, бәріміз де біргеміз. Әлі бізде алар асу көп, бәріміз де біргеміз. Ал, құрметті халқымыз, еліміз тазалыққа қараймыз. Барлығымыз бірге таза әлем қалыптастырайық, еліміз экологиясын тазартуға атсалысайық. Біз бірге кірсіңіз. Алтын қан аспаны, алтынден даласы, ерліктің астаны, еліме арашы. Айс Медиа алғы!
Қазақстан жасай бер! Жетістіктерге жете берейік. Жетістіктерге жете берейік. Биіктерде көріне берейік осылай. Иә. Солай. Солай айтқым Аха, бәле. келеді. АЭС Медиа алғы! АЭС Медиа, біз әлі талай белестерді бағындырамыз. Алғы! Қараңыздар, мына қардың несі. Сынбайды оны. Ау, абайлап. Неге? Ал, құрметті достар, біз таудан қазір қайтып бара жатырмыз. АЭС Медиа ұжымы 2020 жыл, желтоқсан айы, Рамазан. Сәлем деп қой, Рамазан. Бүгінгі әсерлерің қандай? Қандай болды? Ана жақтан Димаш келе жатыр, жаңа штативтерді жинап, молодец, қайтын деп жатырмыз. Димаш, әсерің қандай? Басқа? Қандай қыз бар? Басқа? Бұндайды ешкім жете бермейді. Бұл АЭС Медиа 2020 жыл. Қыста, тауда, күннің суығында, қақаған қыстың аязында деп ба. Ау! Ал біз таудан қайтып бара жатырмыз. Бүгінгі влог көргендеріңізге рахмет. Арасында енді өзіміздің жұмыстарымызды осылай салып тұратын боламыз. Папамызға рахмет, АЭС Медиаға рахмет. Ал, жақсы. Болды. Қазір үйге қайтып бара жатырмыз. Детишки довольны. Все довольны. Тауға барғанда әсерің қандай? Тауға барғанда әсерім. Мен негізі ойлағам тауға барған кезде тез түсіріп қайтамыз деп, бірақ мен таудың табиғатын көріп таңғалып қалып шок болдым кәдімгі. Таудың табиғаты өте күшті. Таулардағы адамдардың бейнесі, сондайларды көріп вообще таңғалдым. Тауға барғанда әсерім күшті болды. Жаман таңғалдым. Бір жағынан ауасы да таза. Ойладың ба бұндай уақытта тауға барам деп? Жоқ, ойлаған жоқпын. Күн үйде қыс. Бір жағынан ойлаған жоқпын, қыстың тауға барам. Жоқ, жазда барсақ мейлі, бірақ қыста барам деп ойламаппын. Ата-анасыз, әрине. Ата-анасыз, әрине. Жеке өзіміз барғанбыз. Қызық болды. Ұжыммен жұмыс істеген қаншалықты қызық екен? Өте қызық. Бір жағынан елдерді көріп қайтасың. Қандай тәжірибе жинадың бұл жұмыстардан? Бұл жұмыстардан қайтсам болады. Қандай тәжірибе болғанда, мен ұжыммен жақсы араласа білуді, және де ұжыммен қалай сөйлесу керек екенін, ұжымның тілін қалай табу керек екенін үйрендім. Және де осындай медиада болғаныма қуанамын. АЭС Медиа алға. Ал, Рамазан, бүгінгі демалыстан әсерің? Жақсы, әсеріміз әдемі болды, және де ауа райлары әдемі еді. Тауға барғасын таңғалдым. Иә, бұндай қыста уақытта тауға барам деп ойладың ба сен? Вообще ойламадым. Неожиданно қызық болды, Қызық. Басқа қандай әсерлі немен есіңде қалды бүгінгі демалыс? Бүгін қызық болғаны жерге түсетін кезде Иә. Біраз қызық өтті басыңда бүгін, е? Бұндай демалыстарға көбірек шыққың келе ме? АЭС Медиа ұжымымен бірге қандай көп қызықтарды басыңа өткіздің? Көп. Оларды айтып жеткізе алмайсың ба? Ал, алғысыңды білдірсең болады. Саған рахмет. Медиа бағи берсін. Ет дейсіңдер ма?